Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым, жоғары сынып оқушылары. Бүгінгі дәрісіміз дара талант Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет және парасат ордендерінің иегері Лидия Каден туралы. Бұл есім барша өнер сүйер қауымға жақсы таныс. Лидия Каден 17 ақпанда 1952 жылы Ақтөбе облысында Ырғыз ауылында дүниеге келген. Ал 8 сыныптан кейін Ақтөбе мәдени ағарту училищесіне театр бөліміне түсіп, үздік бітірген. Училищеде оқып жүріп, Ақтөбе театрында спектакльдерге қазақтың үлбіреген жібегін, кер маралдай көркем баянды, елікті еңлікті бейнелерін сомдаған. Сонымен Лидия Каден училищені бітіріп, арманын арқалап, өнер ошағы Алматыға келді. Актрисаның өнердегі тұсауын туған өлкесі Ақтөбе кессе, Алматы алғашқы қадамын баптады. Құрманғазы атындағы консерваторияның театр факультетінің профессоры, Қазақстанның халық әртісі Қаныбаева, Рабиқа Мұқаевна мен Ыдырыс Ноғайбаевтың шеберханасында оқып жүргенде, Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында режиссер Виктор Пұсырмановтың, Игорь Савин мен Жұмабай Ташеновтың қаладан келген қылжақпас спектаклінде Жамал бейнесін сәтті сомдады. Міне, содан бері 50 жылдай осы қара шаңырақта қызмет етіп жатыр. Қанша ұсыныстар болса да, киелі қара шаңырақты ешбір басқа театр сахнасына айырбастаған емес. Лидия ханым жанр талғамайды. Аса дарынды актриса, комедия, трагедия, драма болса да, суда жүзген балықтай емін-еркін ойнайды. Би билеу, ән айту болсын, домбыра тарту болсын, барлық жағынан жан-жақты, шын мәнінде өн бойынан өнерге керектінің бәрі табылады. Дос бұқасан бар еді ғой, қосшы. Жастық шақты еске алып бір нервімді басып алайын. Бар. Ой, қандай десеш. Махаббаттың құдіретті шәлдейін, екі жастың табыздырған жүрегім. Жастық жауым арсындар мамағым бейім, бағытсыз бағытсыз мүлді гүлдерім. Үстімізде жөні түсу, көйлегімізде жоқ. Екіміз менің жалғыз қара көйлегімді кейін кезек-кезек биге беріп. Жамал, сенің сол жақсылық қой әлі күнге дейін ұмытпай жүргенім. 50 жыл ғұмырын театрға арнаған Лидия ханым осынау аралықта сан алуан бейнелерді сахналады. Көрермен көңілінен шықты. Керемет образдарды өмірге әкелді. Әр кейіпкерге тән мінез құлықты көрерменге жеткізе біледі. Спектакльдің ғұмыры ұзақ немесе қысқа болуы актердің рөлді орындау шеберлігіне тікелей байланысты. Сол әртіс сомдаған образ көрермен сұранысына ие болғандықтан да кейбір спектакльдер ұзақ жылдар бойы театр репертуарынан түспейді. Мысалы, драматург Сұлтанәлі Балғабаевтың Лидияға арнап жазған ең әдемі келіншек пьесасы қойған режиссер Қазақстанның халық әртісі Райбек Сейтметов Ноғайбайұлы 20 жылдай жүрді. Тек соңғы 4-5 жылын Лидия ханым ойнаған жоқ. Өзі ойнаудан бас тартты. Қалжыңдап жүріп, қайдағы әдемі келіншек, әдемі кемпір болған жоқпыз ба деп, рөлін толығымен екінші құрамдағы Әсел Мамбетоваға тапсырды. Ал көрермен сүйікті актрисасын әлі де көргісі келіп, Лидия неге ойнамайды деп сауалдар қойып жатты. Бұл Лидия Каденнің еңбегінің жанғаны және көрерменнің шексіз ықыласы деп білуге болады. Құрметті тыңдарман, рөлдар актер мен оның жасына қарай да беріледі. Театрмен бірге жасап келе жатқан Лидия ханым
бір кезде еліктің лағындай тау мен тасқа еркін мінетін ерке қыз болса, орта жасқа келгенде келіншектердің ибалы бейнесін, ал қазір кезінде өзі сомдаған қыз келіншектердің анасы мен енесі болып ойнап жүр. Өзбек жазушы Саид Ахматтың «Келіндер көтерілісі» пьесасындағы режиссері Мұрат Ахманов Лидияның фармоны баршаның жүрегінен орын алды. Одан сөз. Түйеге шығай деп атқан сен бе, сіңілім бе? Тойдың қамын сенсіз-ақ реттеп қайтамыз. Аяжан, сен аяғын тұңғышымын, бармасам қапа болады. Одан сөз, сен қал, мен барам деген сөз. Ай, ойбай, құдай-ау, естеп келсін үстіне. Сақсын бітті ғой мына жер. Тезатарам екенде білмейді, жиқлап өтті. Ай, бүгін ана қорастарым самауыр деп қыдырыстап жүрмесін. Тату-тәтті отырыңдар, ұрыспай, келіспей. Білдіңдер ме? Иә, күн демалыс, отық. Осы Фармон Биби кейіпкерін ойнауында Лидия Каденнің шеберлігіне тәнтімін. Лидия сомдаған Фармон образы бірде қатал болғансып, бірде еркелетіп, бірде өкпелегенсіп жүрсе де, ана жүрегінің баласына, келіндеріне, немерлеріне деген махаббатын шексіз сондай білген. 10 жылдан астам репертуардан түспей келе жатыр. Ана бейнесін, ондағы монологтарды көрерменге барынша шынайы жетуін Лидия Каден өзінің бар әртістік қырларын жұмсай отырып, шебер шығара білген. Келіндер көтерілісін көрген сайын көркемдігі артып, одан әрі әрленіп, бастапқы сыны кетпей салмақтана түскендей болу себептерінің бәрі де Лидия актрисаның туа біткен талантымен игерген жарты ғасырлық мол әдіс тәжірибесі тиімді қолдана білуіне де болса керек. Бұл жас актерлар үшін үлкен тағылым, шеберлік мектебі екені ақиқат. Тыңдармандарым, жоғарыда Лидия Каден жан-жақты актриса деп айттым. Ол республика жұртшылығына тамаша ойын сауық отауы арқылы да кеңінен танымал. Лидия мыңдаған көрерменнің көңілінен шықты. Тамашаның тарланы десек те артық болмайды. Халық оны шынайы күлкі сыйлай алатын актриса деп сүйеді. Сіздің жын екеніңіз рас қой? Рас, әмірші. Дұрыс, сіздің мына инструкцияңызда жазылғандардың барлығы да рас қой? Рас, әмірші. Олай болса, сізден менің бір өтінішім бар еді. Менің аспиранттың әйелі болып, адамша өмір сүргім келеді. Ал мына менің маубасымның кандидатты қорғайтын тіпті түрі жоқ. Соны бұлай кандидат ету қолыңыздан келер ме екен? Ол қолдан келеді, жасаймыз кандидат. Сонымен қатар, құрметті тыңдарман, Лидия ханым арнайы шақырумен басқа театрларда ойнаған рөлдары бір төбе. Олар Әуезов атындағы драма театрындағы Ғаппаровтың «Тұзды шөл» атты спектаклінде Айғаным, Наталья Сац атындағы орыс жастар мен балалар театрын Ибрагимбековтың «Прикосновение» қойылымда Әділет, Қазақ ұлттар театрының Дулат Исабековтың «Бақыт құсында» Бәтима бейнелері аса шеберлікпен сомдады. Ал кинода жасаған образдары да өз алдында бір бөлек. Болат Шамшиевтің қырғыз фильм түсірілген Көктөбедегі кездесу киносында Анар, Қазақ фильм киностудиясының «Зять из провинции» фильмінде Софа, Әуреленде Балымша, Город мечтыйында Ғазиза, Мені кінәлі періштемде әйел, Балкон фильмде Көрші, Тропинка Никада Әжейка, Папа плюс мамада Шәмшия және де көптеген телехикаяларда Кластастар, Женский доктор, Ұзақ жол, Пәленшеевтер, Сырғалым 2, Арман қала, Бизнесмен,
тағы басқа образдар жасап, кино сүйер көрерменнің сүйіспеншілігіне бөленді. Құрметті тыңдармандарым, бүгінгі театрымыздың 80-90% жастар. Оларға бақыт бағдар беруді де жауапты іс. Лидия ханым жастарға ақыл кеңесін айтып, кейіпкердің мінез құлқын табуға көмектесіп жүреді. Және әріптестердің жеке бастарының қуанышы мен қайғысына болсын, көңіл бөліп жүреді. Лидияның өнері жайлы көп айтуға болады. Ол қанша көрерменді әндерімен, түскен бейне клиптарымен қуантып жүр. Олар «Погода в доме», «Снегопад», Лариса Долина мен Нани Бригвадзе репертуарларынан, «Дружба», «Қайран менің жүрегім», «Нәс», «Көңіл күй», «Сарбон», Гүлнар Даукенованың арнайы Лидияға жазған «Түнгі тангасы», тағы басқа әндері оның орындауында басқаша әсер беріп, көрерменнің жүрегінен ерекше орын алған. Ал Қазақстан ұлттық арнасында 2 жұлдыз жобасында Лидияның Лидомен қатысқан тамаша ерекше әсерлі болды. Әр айтқан әндері қазақша болсын, орысша, украинша, немесе джаз болсын, шебер орындауларымен, әдемі билерімен, жарасымды костюмдерімен, ойластырылған мизансцена, реквизиттармен, актерлік шеберліктерімен кішігірім спектакль болып, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Біраз әншілерге сабақ та болды. Я казала у Віктора, поцілую рази 40. Ти прийшов, мене нема, підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Я ж тебе молодом з ума розуму звела. Ал өнерге деген махаббатын ұлы Дидарға ұялата білді. Дидар да өнер жолында қызмет етіп жүр. Болашақ әншілерге дәріс береді. Кино, телехикаяларға да түсіп жүр. Соңғы кездері композиторлықпен де айналысып жүр. Анасына арнап, әдемлердің әлемінің әдемісі әнін жазып, клип те түсірді. Лидия ханым сол клипқа сүйікті немересі Диармен түсті. Оған да Лидия апасының өнері жұққан болар. Ол да балалар байқауларына қатысып, ән айтып, қойылымдарда ойнап жүр. Әдемілер әлемінің әдемісі, барлық перзент жүрегінің жан емесі. Айырбастай алмаймын әкелсе де, бүкіл әлем алдыма әдемісі. Себебінің жауабы біреу ғана, әдемісің анашым, әдемісі. Сонымен құрметті тыңдармандарым, бүгін біз әр рөлді жан тәнімен беріле құбылтып ойнайтын, театр сахнасының майталмандары арасындағы ұрпаққа, кейінгі жас толқынға өнерімен үлгі болатын ұлы актриса Лидия Каденмен жақынырақ таныстық. Бір адам, бір мектеп. Лидия ханым сол үндеуден шыққан есімі қазақ театры мен кино, эстрада тарихында үлкен әріппен жазуға лайық саңлақ актриса тұлға. Оның бойында әлі де болса ізденіспен шарықтау шыңға деген ұмтылыстар толастар емес. Әлі бізді талай өнерімен таң қалдырары сөзсіз. Кім білет, сіздердің араларыңызда да болашақта Лидия Кадендей актрисалар шығар. Ал енді мынадай сұрақтарым бар. Бірінші сұрақ. Лидия Каден өз театрынан басқа қай театрлардың және қандай қойылымдарда арнайы шақырумен ойнады? Екінші сұрақ. Сұлтанәлі Балғабаев Лидия Каденге арнап қандай пьеса жазды? Үшінші сұрақ. Лидия Каден қандай фильмдерге түсті?